Қыркүйек айының алғашқы күндері республикамыздың барлық оқу орнында білім мерекесі. Тұран университеті де жыл сайынғы игі дәстүрмен бірінші курс студенттерін құшақ жая қарсы алды. Университет ректоры жаңадан студент атанған жастардың қадамына сәттілік тілеп, жаңа оқу жылымен құттықтады. Дорогие первокурсники, поздравляю вас с этим знаменательным событием. В жизни каждого из нас поступление в высшее учебное заведение является, конечно, мечтой. Мечта открывает двери, большие горизонты перед вами. Вы хозяева этого университета. Мы для вас это делаем, не для кого-нибудь. Хотелось бы, чтобы вы получили достойное образование. Мы стремимся в модель современного университета. Преподавание на английском языке, на казахском, на русском языке. Группы есть, которые изучают другие языки. То есть вы будете готовы завтра войти в производство готовыми. Вот я посмотрел по миру, так, во многих странах побывал, около 30 стран. Я встречал из Казахстана наших студентов во многих странах мира. Ректор говорит: о, какие у вас молодые ребята, грамотные, талантливые, потому что наша страна одна из самых образованных. Бұл күні бірінші курс студенттеріне Тұран университетінің басшылығы, қызметкерлері, оқытушылар мен студенттік жастар ұйымының жұмысы таныстырылды. Алда оларды жарқын оқиғаларға толы қызықты да мән мағыналы студенттік өмір күтіп тұр. Наш университет очень располагает студентов к себе, потому что у нас очень яркая студенческая жизнь. Патриотическое чувство у наших студентов, оно очень высокое. И с каждым годом действительно число студентов становится больше, как сказать, патриотов, и мы стараемся со своей стороны улучшить их жизнь, развить их потенциал, раскрыть их полностью. Как сегодня первый день учебы начался, все знакомятся со своими преподавателями, группами, поэтому надеемся, что их студенческая жизнь и вклад в их образование от имени нашего ректора Рахмана Алшановича будет достойным, и они покажут себя на все 100. Биыл университетте мемлекеттік гранттардан бөлек, университеттішілік, сондай-ақ ректор грантын жеңіп алғандар жеткілікті. Олардың көбі оқушылар арасында өткен түрлі олимпиада және дебаттық сайыстардың жеңімпаздары. Үлкен ауқымды жоба болды, Грант Project деген, соған қатысып, бағымды сынайын деп көрдім. Сондықтан осы универді таңдап, 3 этаптан өтіп, осы грантты жеңіп алдым. Тұран университеті таңдаған себебім менің салам бойынша, яғни юриспруденция заңгер мамандығы бойынша осы универде жақсы білім береді деп өзім естігем және де көргем. Маған бұл университет өте қатынады. Маған бір жарқын болашақ сыйлайтынына сенімді болдым. Яғни бұл жерде бәрі қазір заманауи университеттердің бірі деп айтсам болады. Жалпы Тұран университетінің мен 1 жылдық грантын ұтып алдым, 116 балмен. Бұл мен үшін өте қуанышты жағдай. Мен 4 университеттен Туранды таңдадым. Өйткені ол 21 ғасырдың заманауи университеттердің бірі болып саналады. Осы Туран университетпен мен ары қарай дамимын және болашақта жақсы өз еліме жақсы үлес қосатынына сенімдімін. На сцену приглашается победитель гранта от университета Туран на 4 года обучения Арсен Ая. Уважаемые студенты, давайте аплодисируем, поприветствуем нашу победительницу конкурса. Я выиграла ректорский грант на полные 4 года обучения. Я получила этот грант благодаря экзамену, который сдавала именно в этом университете. Я очень благодарна и рада, что я получила этот грант, потому что он дает мне очень много возможностей. И я очень счастлива, что я могу обучаться в таком университете, как Туран, потому что я давно хотела сюда поступить. И я очень благодарна за эту возможность, которую мне предоставил этот университет. Я, Туранды таңдаған студенттер енді тәуелсіздігіміздің алғашқы қарлығаштарының бірі. Еліміздегі ең бірінші, ең ірі жекеменшік тәуелсіз университетте білім алатынын мақтан тұтады. Тұран университеті өзінің 31 жылдық тарихында өміршеңдігін,
және жоғары санатты мамандар даярлай алатынын батыл дәлелдеген беделді жоғары оқу орындарының бірі де бірегейі.